Ақтөбе еліміздің батысында орналасқан ерекше әсем қала. Соңғы кездері тарихқа бай өлкеде туризмде қарқынды дамып келеді. Жақсыны көрмекке деп қазақ бекер айтпаған болар. Ерекше мекендегі көпке белгілі және белгісіз жерлерді аралап, көзбен көру мақсатында түсірілім тобы арнайы Ақтөбе қаласына келді. Біздің түсірілім топ ерекше тапсырма алды. Визит Ақтөбе туристік ақпараттық орталығының тапсырмасы бойынша шағын экспедицияға аттанбақпыз. Оның негізгі мақсаты Ақтөбе облысы бойынша туризмге қолайлы жерлерді көріп, тылсым тарихымен танысу. Онда біз сапарға аттанайық. Елді мекендегі туризмді дамыту мақсатында түсірілім тобы мен экспедициядағы арнайы мамандар жер талғамайтын көлікті тізгіндеп жолға шықтық. Бірінші аялдайтын нүктеміз Хромтау ауданы болмақ. Ақтөбеден 100 шақырым жерде жатқан аймақ елімізге хром өндірумен танымал. Достар, түсірілім тобы 1,5-2 сағаттай жол жүріп, Хромтау ауданы, Аққұдық ауылы Адыр елді мекеніне келді. Мұнда бізде Красная Москва атты жер бар екен. Маған да қызық болып тұр, неліктен Красная Москва. Осыны айту үшін бізді арнайы сол локациямызда Динара ханым күтіп тұр. Ол кісі география пәнінің мұғалімі. Ендеше неліктен Красная Москва? Барлығымыз бар білейік. Қайырлы күн, Динара ханым. Сіздерге келе жатқан кезде маған айтты. Сен Хромтау ауданына барған кезде міндетті түрде Красная Москва деген жерге барсаң, барлығы қызғылт боп жайнап жатады деді. Неліктен? Қайырлы күн, біріншіден Арайлым ханым. Қош келдіңіз біздің жерге. Себебі бұл жердің Красная Москва деп аталу себебі қына тасқа бітеді демекші, қыналардың түрлі түсті болуына байланысты және өсімдіктердің арасында шөптесін өсімдіктердің қызыл түске боялуына. Сіздің бұл жерге көктем айында келгеніңіз де жөн еді. Себебі сол кезде қызғылт түске боялады. Және де тек қана бұл жер емес, біздің елді мекеннің 5-6 шақырым жерінде өте ерекше жерлер әлі де бар. Қазір сол жаққа қарай барсақ, ерекше тастардың көріністерін көруге болады. Демек, құрметті көрермен, біз қазір күзгі мезгілде келіп тұрғандан кейін мына даланың барлығы сары болып жатыр. Егер біз көктемде келсек, дәл осы жердің барлығы қызғылт түске боялады. Сондықтан да ел ішінде оны Красная Москва дейді. Олай болса, ерекше тасқа барып, сол жердегі тастардың ерекшелігімен көрермендермен бөлісейік, е? Экспедиция мүшелерінің Красная Москва алқабын қазір көре алмағандары өкінішті әрине. Жергілікті тұрғындар айтқандай, көктемде келу керек екен. Жол жөнекей жай ғана жүретін жерлерімізді бағамдап қана қоймай, экспедиция барысында туристерге ыңғайлы болсын деп біз түрлі белгісіз ерекше жерлерге аялдап арнайы координаттар түсірдік. Ондағы мақсат жиһангездерге адаспай келуге ыңғайлы болу үшін және қайда орналасқанын бірден Google Maps'тан оп-оңай тауып алуға себепші болу деген ниет. Сіздер бұған дейін Қарғалы ауданында орналасқан Сұпылысай деген жерді естіген бе едіңіздер? Меніңше жоқ. Кей жастар Суперсай деп те атап кеткен сайға бардық. Жол жөнекей ауылдан Бәтима апамызды дала кеттік. Ол кісі сол өңірдің келіні, елді мекендегі сай-сайдың тарихын тереңнен білетін жандардың бірі. Мына алдымыздағы түсіп өтіп келатқан дөңестеу жер Сұпылысай деп аталады. Осы Сұпылысайға келіп аралап жүргендерің, көріктеп жүргендерің өте дұрыс. Қазір Сұпылысайдың өзіне барып, жаңағы шамалы тарихын айтамын. Енем мына Күнту деген жерге келін болып келеді. Күнту деген ертеде Абылай хан атамыздың тұсында ағайынды Жағалбайлы ағайынды екі кісі болады. Анатай, Түгел деген. Анатай үлкен аға Түгел інісін үйлендіріп, жаңағы байлығын бөлет, еншісін берет інісіне. Сұпылысайдың саған еншіге бергенім жайлауың болады, суың болады деп інісіне енші беріп, кәдімгі атақты халықты жинап, інісіне енші бергенде осы
Сұпылы сайды берген. Ол сол уақытта Сұпылы сай атанған. Хромтау мен Қарғалы аудандарында өткізген бірнеше күніміз есте мәңгі қалмақ. Алдағы уақытта бұл жерлерге қайта табан тіреміз бе, тіремейміз бе, уақыт еншісінде. Бұл сапардың ең қызығы біз бірнеше күн арнайы шатыр тігіп, табиғат аясында түнедік. Бүгін экспедицияның екінші күні Ақтөбе облысындағы туризмді дамыту мақсатында туризмға қолайлы біз білетін белгісіз жерлерді аралап шолып жасап жүрміз. Ұнаған жерлерге координаттар қалдырып алып жүрміз. Қазір біз Байғанин ауданындамыз, осы Ақтөбе облысында орналасқан. Қарауыл келді ауылына келдік. Мұнда Ләззат Жүзбайқызымен жүздесеміз. Ол кісі тарихшы, жергілікті мұражайдың директоры. Соңғы экспедицияның күндерінде бізбен бірге болып, осы елді мекендегі тылсым табиғаттың тарихымен бөліседі. Арайлым, қазір мына көріп тұрған жеріңіз бұл Күлдірдің тақыры деп аталады. Күлдірдің тақыры ұзындығынан 18 километр, ені 6-7 километр жерді алып жатыр. Жалпы аңыз бойынша бұл 18 ғасырда өмір сүрген Сәңкібай батырдың әйелінің бірі екен, 5 әйелі болған. Соның 4-ші әйелі Күлдір есімі осы жерге байлығын, малын жайып сол бағады екен. Сәңкібай батыр кейде өзінің күзетшілеріне сенбей малын өзі қарайтын уақыттар болған. Сол уақытта бір күні жаңағы малын түннің бір уақытында бағып тұрса, ол өзі ұйықтап кетіп, құрыққа сүйеніп тұрып ұйықтап кеткен. Сонда түсіне Қыдыр баба кірген болады екен. Қыдыр баба сұрайды, мына берген байлыққа, мына малға ризасың ба дегенде, кішкене енді ашқарақтау, тойымсыздау бай айтады, ане бір жері сәл аздау, ойпаңдау екен деп. Сонымен сенің көзің жаңағы малға да, жанға да тоймайды екен деген жаңағы Қыдыр бабаның қарғысына қалып, жаңа таңертең ояна кетсе, жылқы жойылып, сол жердің бүткіл шөп өсімдіктерінің бәрі жойылып, осындай айтақырға айналып кеткен деген аңыз бар. Жалпы енді аңыздардың түбінде де бір шындықтар жатқан болар. Қазіргі мүмкін жастарды осы аңыздарды айту арқылы мынау қанағаттануға, тәрбиелеу мақсатында да осы аңыздар айтылуы қажет сияқты. Көріп тұрмыз ғой, тақыр ұстауға да келмейді. Сосын мынау жаңбыр жауған кезде. Бұл жер жаңбыр жауған кезде жүру мүмкін емес. Бұл жерден мал да жүре алмайды, адам да жүре алмайды. Сол сияқты ғой. Балшық кәдімгі адамның жаңағы аяқ киіміне жабысып жүргізбей жүруді ауырлатады. Байғанин ауданындағы тағы бір ерекше орын Ақбота Сәңкібай шоқысы. Миялы ауылының солтүстігінде орналасқан Ақборттау Жем өзені жағынан әппақ болып көрініп тұрады. Бұрын соңды мұндай шоқыны көрмеген соң, тарихы бізге қызық болды. Біз қазір Ақбота Сәңкібай тауында тұрмыз. 18 ғасырда өмір сүрген Сәңкібай байдың жалғыз қызы болған Ақбота есімді. Сәңкібай батыр өзінің бір жылдық есебін беру үшін қасындағы көмекшілерін алып Әбілхайыр ханға есеп беруге кетеді. Оны естіген сыртта аңдып отырған жау бер қарай шабады ауылға. Сол кезде Ақбота қызының батылдығы соншалық ер киімін киіп алып, ауылдағы бар азаматтардың барлығын алып, жауға қарсы шабады. Жауға қарсы шауып, өзінің елін аман алып қалады, бірақ өкінішке орай сол жорықта өзі қаза табады. Содан Сәңкібай бай келе жатқан кезде ауыл ақсақалдары жиналып, халықтың барлығы жиналып, жалғыз қызының шайқаста қаза тапқанын айтады. Бай батылдығын танытып, парасаттылығын танытып, сол кезде оны сабырлықпен қабылдайды. Бірақ былай дейді, осы таудың орналасқан ең биік төбесіне мал баспайтын, ешкімнің адамның аяғы жүрмейтін жерге қызымның моласын сонда орналастырамыз дейді. Сөйтіп Ақбота апамызды осы жотадағы ең биік шыңға жерлеген екен. Бұл аңыз әңгімеден бөлек ғалымдардың да зерттеулері бір шама. 2000 жылдардың барысында Германияның Гамбург қаласынан бір ғалым осы шоқыны арнайы іздеп келіпті. Қолындағы картасынан шахмат ханшайымы деп атаған ескерткішті көрсетіпті. Мұның мәнісі мынада: шоқыны жақыннан қарасаң, табиғаттың өзі қолымен салғандай. Қатпар-қатпар жота еріксіз баурайды. Алдынан қарағанда бүрмелі көйлек киген сұлу көрінгендей болады. Тау жотасындағы сызаттар, жауын шашын салған өрнектер бейне бір шахмат тақтасын елестетеді расымен.
Бірнеше шақырымды артқа тастап, ұзын жолдағы сапарымыз мұнымен бітпек емес. Экран арқылы біз өткерген қызықтарды әттен көрсету мүмкін емес. Жол талғамайтын көлікпен осы өңірдің бүкіл жерін бүге шігесіне дейін білет деген жандармен жүрсек те, біз ойлағандай болмады. Бір сәтте адастықта қалдық. Қалайсыздар? Экспедицияның екінші күні адастық, шамамен 4,5 сағаттай далада жүрдік. Қазір діттеген жерімізге жеттік, бара жатырмыз. Мұнда жер асты мешіті орналасқан деседі. Қазір сол мешітке барып көріп, іші қандай екен, жалпы тарихын біліп қайтамыз. Мынау Беспай ауылынан 17 шақырым жерде орналасқан Есенбайдың ағы деп аталатын жер. Мұнда жер асты мешіті бар деп естіген соң түсірілім тобы осында келді. Иә, Арай, расында да бұл жер Есенбайдың ағы деп аталады. Жалпы Есенбай деген кісі осы мешітті ұстаған екен. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір мешіттің ортасы опырылып құлап тұр төбесі. Дегенмен 1929 жылға дейін бұл жерде балдар оқытылған. Есенбайдың ағы деп аталуы сол Есенбай деген кісінің осы жерде ұстауы, ал жалпы бұл мешіт халық елдің кейбір деректер бойынша бұл анау Бекет атаның 5-ші мешіті болуы мүмкін деген деректер келтіріледі. Жазық дала, жел ысқырып тұр. Байланыс аясынан тыс жердеміз. Туристік бағыттағы жорығымыздың кезекті күнінде сәтті аяқтадық десек, артық айтпағанымыз болар. Ұясына қызарақтап, әдемі батқан күн ұясы ертеңгі күннің сәтті басталуына сеп болсын деген тілекпен түсірілім тобы тынығып алды. Өйткені жаңа күнде де біз бен сіз көретін қастерлі жерлер көп еді. Таңғы асымызды далалықта ішіп, келесі күнге де аяқ бастық. Экспедициядағы қыз жігіттер белгісіз жерлерді Google Maps'қа белгілеп жүруді әдетке айналдырып алды. Алыс сапарға шығуды біз де үйреніп алғандаймыз. Ара-тұра жаңбыр жауған кездерде қорқыныш болды. Себебі жаңбыр қатты жауса, жол жүруге мүмкін болмай, сол жерде жер кепкенше аялдауға тура келер еді. Жолда жаңа жол округінің оңтүстік маңайында орналасқан Доныстау атты аласа тау көрдік. Өте ерекше тау, ұзындығы шамамен 70-90, ені 15-20. Ол үлкен-үлкен мынандай бірнеше тау сілемдеріне жалғасып кетеді. Соның ерекшесі енді ел арасында айту бойынша, әсіресе күнбатыста ерекше болатын Зымыстан. Ендеше күн батпай Зымыстанға жетіп алайық. Ребята, давайте выдвигаться, солнце уже почти на закате, нам нужно еще выставить лагерь, место дислокации доехать надо. Все принято, выдвигаемся. Күн ерекше бататын Зымыстан тауының етегіне келіп жеттік, үлгердік. Неліктен күн бұнда ерекше батады? Себебі биік шыңында тастардың түстес болғандықтан күн батқанда құбылады деседі. Жалпы Зымыстан ол Доңыз тауының аймағындағы ең биік таулардың бірі. Мұнда адам биігіне шығып, биік шыңына шығып айғайлаған кезде адамның дауысы 15 шақырымға дейін жетеді деседі. Сондықтан да шығу биік болғандықтан мұны Зымыстан деп атап кеткен. Ел арасындағы дәйектерге сүйенсек, мұнда осы өңірдің мыстандардың барлығы осы төбенің жоғарғысында орналасқан дейді. Зымыстандағы ерекше көріністерге таң қалып, Желтау тауына бет алдық. Мұнда Шерліқұл молданың мешіті бар деген еді. Тау маңын аралап көңіліміз түсіп кетті. Іздегенімізді таба алмадық. Желтау тауының шыңына көтерілдік. Ең қызығы, мұнда сіз тауға көлікпен көтерілу мүмкіндігі бар. Және жазық далада жүргенде күй кешесіз. Бірақ енді бізде күн батып бара жатқаннан кейін
Шерліғұл атаның мешітін таба алмадық, себебі таудың территориясы өте үлкен, күннің батуына байланысты бізге таудан төмен қарай түсу керек. Себебі мынандай өзіміз айтып өткендей, жер сілкінісінен кейінгі жыралар сияқты үлкен жыралар орналасқан, соған көлікпен түсіп кету қаупі бар. Әсіресе биік қауіпті жерлерде үлкен тастар қойылған. Егер тасты сіз көрсеңіз, міндетті түрде тоқтауыңыз тиіс, себебі ол тастарды жыраға түсіп кетпеу үшін қойған. Енді біз күн батпай тұрып көлікпен аман есен төмен түсіп алайық. Түсірілім тобы мен арнайы мамандар бірнеше күн табиғат аясында түрлі қызық пен қиындықтарға тап болды. Мақсат ел көрмеген туризмге табиғаты қолайлы жерлерді анықтап, тарихын терең ұғыну. Жолға шығарда жабайы доңыз, саршаян, тағы басқа адам өміріне қауіп төндіретін жануар мен жәндіктерден абай болыңдар деп ескерткен еді. Саршаянды өз көзімізбен көрдік. Шүкір, адам шығыны болмады. Есесіне жабайы аңдар кезікпеді. Осы аралықта қайда бардық, не көрдік, тағы бір қысқаша шолу жасайық. Осымен бірнеше күнге созылған экспедициямыз өз мәресіне жетті. Ақтөбе облысындағы тарихы терең тылсым табиғатты өз көзімізбен көріп, туризмге қолайлы жерлерімізді көріп сіздермен де бөлістік. Тарихымызды терең ұғынатын жастарымыз көбейіп, туризміміз дами берсін.